Біз егемендік елде өмір сүріп алып жатқанменен шекарамыз нықталып бекітілгенменен интернетте шекара жоқ. Желі дейміз ғой, интернетте. Сондықтан жат ағым иелері сыртта отырып алып, уағыздайды, насихаттайды. Соның шырмауына еріп, біреулер намазын да дұрыс оқымауы мүмкін, ақида, сенімдері дұрыс болмауы мүмкін. Мысалы, бір адамды намазды оқымаған үшін кәфір деуі мүмкін. Мына сондай үкімдерді шығарады, ол мүлдем дұрыс емес. Сондықтан біз дінді үйренеміз бе, арнайы осы мешіттерден ресми үйренуіміз керек. Қарапайым тілмен түсіндірсем сізге, футболды білесіз ғой. Футбол ойнаған кезде ол футболдың ережелері бар. Мысалы, офсайд деген бар, пенальти деген бар, штрафтары бар, аяқ теуге болмайды, күш көрсетуге болмайды. Өзінің ережелері бар да. Сол сияқты дінді де үйренгенде сол ережелермен үйрену керек та. Ол дін екен деп, оны әр көрінген адамнан үйрене берсе, ол адасып, радикальный болып кетуі мүмкін. Өзім білем деген адам ол адасады. Сондықтан ұстазбен бірге ілім алып, мынау болады, мынау болмайды деген нәрселерді білу керек. Жас кезде оқыған бала тасқа жазғаннан бірдей. Осы Құраннан бір 15 сүре жаттаса, Құранны арабшасын ашып оқи алатын болса, фиқты оқыса, ненің халал, ненің харам екенін білсе, одан кейін Алла туралы не айтуға болады, не айтуға болмайтынын үйретіп қойса, ол уже бала Алла туралы жаман сөз айтпас еді. Пайғамбар туралы сөз айтпас еді. Бізде муфтиятта оқу ағарту негізгі бағыттардың бірі болып қала береді. Жазда 3 ай бойы діни сауат ашу курсы, жазғы лагерлер ұйымдастырамыз, имани жаз жүргіземіз. Оның барлығы қоғамдағы адамдардың діни сауатын ашу және жақсы жолға түсу мақсатында жұмыс істейміз.